Достар сәлем, бүгінгі сұрақ. Мен қатты интровертпін. Спорт залына баруға қорқамын. Басқалардың көзқарасынан көруге, яғни даладағы спорт зал. Таңғы сағат 5-те тұрып, сол даладағы площадкаға барып, тренировка жасаймын ба деп ойлаймын. Өте қызық сұрақ, достар. Әркім тренировкаға барып көрсе осындай басында сен әзірше турникқа тарта алмайтын кезде, сен әзірше брусья жасай алмайтын кезде, сен әзірше отжимания нормально жасай алмайтын кезде, сен разборка жасай алмаған кезде, жаңағындай разбираться ете алмаған кезде, барлығында басында дәл осындай жағдайлар болуы мүмкін. Бұл жақсы, бұл нормально, бұл болатын жағдай. Бірақ сол бір хейтерске взгляд негізінде жоқ. Тек сен соны ойында елестетіп тұрсың. Және де сондай мына көзқарас сені төмен қарай түсірмеу үшін не істеу керек? Бүгін дәл осыны талқылайтын боламыз. Ендеше достар, сәлем, міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, бұл видеоны өздеріңіз достарыңызға таратыңыздар, лайк басып кетіңіздер. Бұл жердегі толықтама, инстаграмға да тіркеліп кетіңіздер, барлығы описанияда. Енді кеттік, бастаймыз. Сонымен бізде екі жол бар. Бұндай ұялшақтықтан, бұл негізінде ұялшақтық қой. Дәл осы ұялшақтықтан жеңілді екі жол бар. Бірінші жол, сен барасың, жаңағы площадкаға барасың, амандасасың. Сен бүкілмен амандасасың. Яғни ол жерде кім бар? Амандасасың. Жаңағы сенің ойынша кімдер саған хейтерске взгляд жасап тұр, хейтерске көзқарас жасап тұр. Солармен амандасасың. Ассаламу алейкум, салам, қалайсың, сәлем, сондай образда. Енді аласың, амандасасың. Амандасқаннан кейін болды, сен оларға қарамайсың. Сенің амандасып болғаннан кейін сенің басты мақсатың сол тренировкаға кірісу болды. Сені қызықтырмау керек. Олар мен туралы не ойлап жатыр? Ол мен туралы не ойлап жатыр? Мен турникқа тартыламын, ол қазір, ой, сен қандай, вообще ештеңеге күшің жетпейді деп ойламау керексің. Сен жай ғана барасың, амандасасың, осылайша аяқтайсың. Болды, жай ғана барасың, амандасасың, осылайша аяқтайсың. Бұл бізде бірінші жол, достар. Бұл бізде бірінші жол. Екінші жол визуализация. Визуализация негізінде мощный зат қой, керемет қару. Сен ойлайсың, окей, мен қазір турникқа тарта алмаймын, бірақ мен дәл осылай күніге осы жерге келіп бір подтягивание жасамасам да анандай болады ғой, негативный подтягивание, яғни аяғымды тіреп тұрып істесем де 10 рет жасай берсем, мен болашақта олардан да көп тартыламын. Мен болашақта турникта осындай трюктар жасаймын. Турникта айналам, турникта түрлі трюктар жасаймын. Мен бұл жерге номер 1 ганнибал боламын. Ганнибал менде бір ана турникқа тартылады, мощный тартылатын адам бар еді ғой. Сол, міне, сен де визуализация болу керек. Жарайды, мен қазір олар маған қарап тұрғанша, олар маған қарамайды тұрғанша, бірақ мен бұл жерге номер 1 адам боламын. 6 айдан кейін мен бұл жерге мүлде басқаша адам боламын. Тіпті сен сол бір хейтерске взглядты өзіңнің ойында алып қалсаң да, сол хейтерске взглядты қарасан да, ол хейтерске көзқарас сені жаман жаққа апармасын, сені керісінше жақсы жаққа қарай апарсын. Яғни бұл саған мотивация берсін, бұл хейтерске взгляд саған мотивация берсін. Сен, мен қазір оларға көресем, 6 айдан кейін көресің, мен ал сені одан да төменге апармасын. Ұялшақтық деген өте жаман нәрсе негізінде. Ар-ұят деген ол бөлек нәрсе, ұялшақтық деген ол басқа нәрсе. Сондықтан да егер сен өзіңді бұлай ограничивать, өзіңді бұлай жауап тастасаң, жол жауап тастасаң, онда бұл саған кері әсерін тигізеді. Бұдан бас тарт. Біздегі жеңіл тәсіл осындай, достар. Міндетті түрде тинейджер клубқа қосылыңыздар. Бұл тинейджер клуб менің авторлық курсым. Бұл жерде 3 аптаның ішінде, яғни 3 блоктың ішінде біз өзіміздің өмірімізді толықтай өзгертеміз. 360 градусқа өзгертеміз. Қалай өзгертеміз, олардың бүкілін описанияда көре аласыздар. Ендеше кеттік, келесі видеоға кездескенше.